Биылғы жылы қыркүйек айында мемлекет басшысы әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм тақырыбында жолдауын жасады. Жолдауда 2025 жылы жұмысшы мамандықтарын жылы болып жарияланды. Және мемлекет басшысының тапсырмасымен жайлы мектеп ұлттық жобасы жүзеге асырылатын болды. 2025 жылдың соңына қарай заманауи үлгідегі 217 мектеп пайдалануға беріледі. Мемлекет басшысының тапсырмасымен осы жылы 1300 мектеп күрделі жөндеуден өтіп, 3 жылдың ішінде осы мектептер жаңартылу керек екендігі тапсырылды. Және мұғалімдердің біліктілігін арттыру, мұғалімдердің әлеуметтік статусын көтеру туралы да жолдауда айтылды. Сонымен қатар жолдауда жеке-жеке қоғамды толғандыратын жеке-жеке мәселелер де көтерілді. Олар интернеттік алаяқтық, әскердегі тәртіп, қоғамды цифрландыру, жасанды интеллектті жетілдіру, көлік жол апаттары туралы өзекті қоғамды толғандыратын мәселелер де көтерілді. Біз ұстаздар қауымы осы жолдаулардың барлығы орындалатынына кәміл сенеміз.